жалпы осы үкіметтің мүшелерінің бастамашылығымен келген мәжіліске келгелі бірде-бір заңның халыққа пайдасы тиіп жұмыс істеп жатқанын көрген жоқпын. Бәлкім көрмей жүрген шығармын, оның болса бетіме келіп айтыңыздар. Енді құрметті Марат Кәрімжанұлы, бізде кәсіпкерлердің мүддесін қорғайды деген бір емес, екі палата бар. Қателеспесем, Атамекен бар, сон баяғы МПП-лы бар. Сол кәсіпкерлердің, мынау кіші кәсіпкерлік қой осы, жол тасымалдау деген. Неғып солар басқара салмайды? Аламызда әйтеуір бәріне бір-бір қожайын тауып береміз. Сондықтан сізге сұрақ, бірінші сұрағым, осыншама енді таксистерді отарлаудың қажеті қанша? Екінші сұрағым, бұлар өз шулы қауым, ертең дүрлігетін болса, біз енді таксимен жиі жүретін адам болғаннан кейін кім көрінгеннен жаман сөз естігіміз келмейді. Дүрлігетін болса, өзіңіз жауапкершілікті мойныңызға аласыз ба? Жауапкершілікті мойныма алам. Мемлекеттік органның бірінші басшысы ретінде. Бірінші сұрағыңыз бойынша, мына жерде сол таксиді бізде бірнеше рет жинадық. Министрлікте де, жекеде. Шыны керек, ана алпауыт үлкен интернет агрегаттарының қасында олардың құқығын қорғайтын ешкім қалмады. Сондықтан бұл жерде екеуі бір өзін-өзі реттейтін ұйымға мүше болған соң, олардың қабылдаған қағидасында ең алдымен біздің қарапайым жүргізушілер өздерінің құқықтарын қорғайтын талаптарды қоя алады және соны талап ете алады.